Сәлеметсіздер ме? Мен Абай облысы білім басқармасының Ақсуат ауданы білім бөлімінің Тоғыз Батыр атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 8-ші А сынып оқушысы Сәрсен Қазылайды. Мен мамандықты таңдайын байқауына қатыса отырып, мен таңдайтын мамандық көлік құрылысы. Көлік құрылысы мамандығы қоғамның дамуына тікелей ықпал етеді және көптеген мүмкіндіктерге жол ашады. Бұл мамандықтың артықшылықтары оның қоғамдық маңызы, жоғарғы жалақы, тұрақты сұраныс, халықаралық мүмкіндіктер, жаңа технологиялармен жұмыс істеу, экологиялық жауапкершілік және түрлі салаларда жұмыс істеу мүмкіндіктері. Көлік құрылысы мамандығының шығу тарихы көлік инфрақұрылымының дамуы мен көлік құралдарының эволюциясына байланысты бірқатар кезеңдерден өтті. Ежелгі қоғамдарда, мысалы Месопотамияда, Египетте, Римде және Қытайда көлік және тасымал үшін жолдар мен көпірлер салу өте маңызды болған. Римдегі инженерлер Виа Апия сияқты әйгілі жолдарды салып, олардың құрылысын жақсы жоспарлап, сол уақыттың техникасына сәйкес келетін жолдар салды. 18 ғасырдың соңында және 19 ғасырда индустриализация басталуына көлік құралдарының саны артты. Бұл кезеңде көлік құрылысы мамандығының негізі қаланды. Темір жолдардың дамуы мен инфрақұрылымының жаңа дәуірін ашты. 20 ғасырдың басында автомобиль көлігінің дамуы мен қалааралық көлік қатынасының кезеңі жол құрылысын жаңа деңгейге көтерді. Қазіргі замандағы көлік құрылысы мамандығы бұл көлік инфрақұрылымын жобалау, салу, жаңарту және эксплуатациялау қамтамасыз ететін инженерлік сала. Бұл мамандықтың негізгі мазмұны көлік жүйелерінің барлық аспектілерін қамтиды. Атап айтқанда жолдар, көпірлер, темір жолдар, әуежайлар, порттар және де басқа да көлік объектілері. Көлік құрылысы мамандығына белгілі тұлғалар көбіне көлік инфрақұрылымының дамуына, жобаларға және де жаңа инженерлік шешімдерге үлкен үлес қосқан инженер мен құрылысшылар болып табылады. Роберт Стефенсон, британдық инженер және темір жол құрылысшысы, ол әлемге әйгілі паровоздың бірінші локомотивді жобалап, темір жолдар мен көлік инфрақұрылымына дамытуға зор үлес қосты. Густав Эйфель, француз инженер және архитектор, ол әлемге әйгілі Эйфель мұнарасының авторы ғана емес, сонымен қатар бірнеше темір жол көпірлерінің және де басқа да маңызды инженерлік құрылыстардың жобаларына қатысқан. Томас Телбот, канадалық инженер, көлік инфрақұрылымын дамыту мен темір жол құрылысында үлкен тәжірибесі бар тұлға. Жан Батист Галанже, француз инженері, әсіресе көпір құрылысында танымал болды. Көлік құрылысы мамандығына қажетті қабілеттер мен қасиеттер. Бұл техникалық дағдылар мен және де жеке тұлғалық қасиеттер үйлесімі. Себебі көлік инфрақұрылымын жобалау, салу және басқару үшін инженерлік білім мен шығармашылық көзқарас қажет. Көлік құрылысы мамандығының жақсы және жаман жақтары. Әрине, осы саладағы жұмысқа байланысты әр адам үшін әртүрлі болуы мүмкін, бірақ жалпы алғанда оның негізгі оң және теріс жақтарын атап өтуге болады. Көлік құрылысы мамандығының оң жақтары: жоғарғы сұраныс пен тұрақтылық, қоғамға пайда келу, жоғарғы табыс пен жақсы мансап мүмкіндіктері, жалпы дамыған әлемдік тәжірибе. Көлік құрылысы мамандығының теріс жақтары: қиын және ұзақ жұмыс процесі, құрылыс алаңдағы қауіптер мен қиындықтар, қаржылық пен бюрократиялық қиындықтар, еңбек шарттары мен жұмыс орнында физикалық қиындықтары. Көлік құрылысы мамандығы бойынша білім алатын бірнеше оқу орындары да бар. Соның ішінде Қазақстандағы және әлемдегі жетекші оқу орындары да бар. Астана халықаралық университеті, Семей қаласындағы Шәкәрім университеті, Қазақстан Британ техникалық университеті, Тараз мемлекеттік университеті, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, Қазақ көлік және коммуникациялау академиясы. Көлік құрылысы мамандығы әртүрлі саласында жұмыс істеу мүмкіндігі мол. Бұл мамандықты меңгерген адам көлік жүйелерін жобалаудан бастап, құрылыс, логистика, экология және қауіпсіздік мәселелерін шешуге дейінгі көптеген міндеттерді орындауға қабілетті. Осы салада жұмыс істей отырып, инженерлер, архитекторлар, жобалаушылар мен басқа да мамандар қоғамның көлік инфрақұрылымын жақсартуға және де дамытуға маңызды үлес қосады. Көлік құрылысы мамандығының мансаптық болашағы өте кең және түрлі мүмкіндіктерге ие. Бұл салада мамандарға сұраныс тұрақты түрде жоғары, өйткені көлік инфрақұрылымы қоғамның дамуында маңызды рөл атқарады. Көлік құрылысы мамандығының еңбек нарығындағы сұранысы қазіргі уақытта өте жоғары. Әсіресе көлік инфрақұрылымын дамыту мен жаңартуға деген қажеттілігі артып отырған кезде Қазақстан мен бүкіл әлемде көлік жүйелерінің дамуы мен модернизациялау өзекті болып отыр. Көлік саласы экономиканың маңызды бір бөлігі.
Сондықтан бұл мамандыққа сұраныс тұрақты жүрде ұзақ және мерзімді болып қалыптасады. Көлік құрылысы маманының еңбек нарығында сұранысы қазіргі уақытта өте жоғары. Әсіресе көлік инфрақұрылымын дамыту мен жаңартуға деген қажеттілік артып отырған кезде Қазақстан мен бүкіл әлемде көлік жүйелерінің дамуы мен модернизациясы өзекті болып отыр. Көлік саласы экономиканың маңызды бір бөлігі. Сондықтан бұл мамандыққа сұраныс тұрақты түрде жоғары және де ұзақ мерзімді болып қалыптасады. Назарларыңызға рахмет.